саламатсыздар ма? 13-ші дәрістің тақырыбы есімдіктің сөз жасамы. Дәріс жоспары. Есімдіктің сөз жасамының өзіндік жүйесі, олардың негізгі белгілері, есімдіктің сөз жасамдық тәсілдері. Қазақ тіліндегі есімдіктердің жасалу жолдары. Қазақ тіл біліміндегі есімдіктер мағыналық әрі грамматикалық ерекшелігі бар, сан жағынан шектеулі, бірақ қолданыс ауқымы кең сөз табының бірі. Зерттеушілердің пікіріне сүйенсек, қазақ тілінде жалпы есімдіктердің саны 60-70-тен аспайды. Бұл сандық шектеулік олардың жасалу жолдарындағы заңдылықтардың нақты, тұрақты болуына негіз болады. Есімдіктер басқа сөз таптары сияқты синтетикалық және аналитикалық тәсілдер арқылы жасалады. Бұл тәсілдер қазақ тілінің морфологиялық құрылымына сай қалыптасқан. Есімдіктердің жасалу жолдарын жан-жақты сараптау үшін алдымен екі негізгі тәсілге жеке тоқталу керек. Синтетикалық тәсілмен жасалған есімдіктер. Синтетикалық тәсіл тілдің ішкі ресурстары арқылы, яғни жұрнақтар жалғану арқылы туынды есімдіктердің жасалуы. Бұл жолмен жасалған есімдіктер белгілі бір мағынаны айқындай түседі, немесе жаңа мағыналық реңк қосады. Бірінші ауыз жұрнағы. Бұл жұрнақ негізінен сілтеу есімдіктеріне жалғанып, мағынаны нақтылай түседі. Мысалы, анау, мұнау, сонау сөздері. Ибатов бұл сөздердің ежелгі ан, а, бу, жұрнақ жалғану арқылы осындай компоненттердің бірігуі нәтижесінде жасалғанын айтса, Ысқақов у қосымшасын құранды жұрнақ деп санайды. Екінші ша, ше жұрнағы. Бұл жұрнақтар сұрау және жалпылау есімдіктерін жасауда қолданылады. Мысалы, неше, қанша, барша. Түркітанушы ғалымдардың айтуынша, не сөзінің бастапқы формасы нен болған. Қосымша жұрнақтар үстемеленіп, қаншама, қаншалық сияқты күрделі есімдіктер жасалады. Тағы басқа жұрнақтар лық, лік, мысалы барлық сөзі, сы, қайсысы есімдігі, дайдей, қандай, нендей сөздер жасалған. Бұл жұрнақтар түбір мағынасын кеңейтіп, есімдіктің қолдану аясын арттырады. Синтетикалық тәсілдің жиынтық кестесін көрсететін болсақ, ауыз жұрнақ арқылы сілтеу есімдіктер жасалынады. Мысалы, анау, мұнау. Шаши жұрнағы арқылы сұрау, жалпылау есімдіктері. Қанша, неше, барша. Лық-лік жұрнағы арқылы жалпылау есімдіктері. Мысалы, барлық. Сы жұрнақтар арқылы нақтылау жасалынса, мысалы, қайсысы деген сияқты. Дайдей жұрнағы арқылы сапалық сұрау есімдіктер жасалынады, қандай деген. Енді аналитикалық тәсілмен жасалған есімдіктерге тоқталайық. Аналитикалық тәсіл екі немесе одан да көп сөздің бірігуі, қосарлануы, немесе сөз тіркесі түрінде қолданылу арқылы жасалатын есімдіктер. Мысалы, біріншіден бірігу жолымен. Бұл жолмен еш, бір, әр, әлде тәрізді сөздердің екінші компоненттермен бірігіп, белгісіздік немесе болымсыздық мағына туғызатын есімдіктер жасалады. Мысалы, ешкім, еш нәрсе, ешқашан, біреу, бірдеңе, әркім, әлде бір. Мысалы, мен ешкімнен байлық сұрамаймын. Екінші, қосарлану жолы. Қосарланған есімдіктер тілімізде өте сирек кездеседі. Олар көбінесе үстеуге айналып кетеді. Бірақ мағынасы есім күйінде қалса есімдік ретінде танылады. Мысалы, өзін-өзі, қай-қайсысы. Мысал сөйлем айтатын болсақ, кімде-кім әділ болса, қоғам да әділ болады. Үшінші, сөз тіркесі жолымен бұл тәсіл арқылы жасалған есімдіктер өте сирек кездеседі. Мысалы, мына мен, осы сен, бір өзі, бір нәрсе. Бұл құрылымдар көбінесе контекстік мағынада ғана есімдік қызмет атқарады. Мысалы, осы атыраптың иесі бір өз сияқты. Жалпы осы синтетикалық және аналитикалық тәсілді салыстыратын болсақ, синтетикалық тәсіл жұрнақ жалғану арқылы жасалынады. Мысалы, қандай, қайсысы, барлық. Ал аналитикалық тәсіл бірігу, қосарлану, тіркесу арқылы жасалынады. Мысалы, ешкім, біреу, кімнен кім. Есімдіктердің жасалуындағы заңдылықтар. Есімдіктердің көбі бір негізден бірнеше туынды түр жасауға бейім келеді. Мысалы, не есімдігі неше, неге, немене, немесе, нешінші, қай сөзі, қайсы, қайда, қандай, қайсысы деген сияқты есімдіктер жасалынады. Синтетикалық тәсілде көбіне жұрнақтар жүйелілікпен қолданылады. Аналитикалық тәсілде бастапқы мағыналы компоненттер, мысалы, еш, бір, әлде, әр сөздері негізгі тірек болады. Қорыта айтқанда, қазақ тіліндегі есімдіктердің жасалу жолдары тілдің даму заңдылықтарын, грамматикалық ерекшеліктерін көрсететін маңызды сала. Синтетикалық тәсіл жұрнақтар арқылы туынды есімдіктер жасайды. Аналитикалық тәсіл бірігу, қосарлану, тіркесу арқылы жүзеге асады. Екі тәсіл де тілде әртүрлі мағыналық реңк беретін,
құрылымы бай есімдіктер қатарын толықтырады. Зерттеулер көрсеткендей, есімдіктердің жасалуы тұрақты, бірізді заңдылықтарға негізделген, әрі қазақ тілінің бай сөз жасам жүйесінің бір көрінісі болып табылады. Сабақты пысықтауға арналған түсінікті тексеру сұрақтары. Бірінші, есімдіктердің жасалу жолдары неше түрге бөлінеді және олар қалай аталады? Екінші, ауыз жұрнақ арқылы қандай есімдіктер жасалады? Мысал келтіріңіз. Үшінші, қосарлама арқылы жасалған есімдіктерге мысал келтіріңіз. Төртінші, бірігу арқылы жасалған есімдіктерге қандай сөздер негіз болады? Бесінші, қай және не есімдіктерінің негізінде қандай туынды сөздер жасалған? Келесі тапсырма толықтыру тапсырмасы. Сөйлемдегі бос орындарды тиісті сөздермен толықтыру керек. Мысалы, есімдіктердің жасалу жолдарына қандай тәсілдер жатады? Екінші, әлдекім, ешкім, біреу тәрізді сөздер көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, осындай жолмен жасалған есімдіктер. Үшінші, шаш жұрнағы есімдігінен туындайтын сөздер жасауға қатысады. Мұнда да нүктенің орнына тиісті сөзді қоямыз. Қайсысы сөзінде с жалғауы қай жалғаудың үшінші жағы болып табылады? Және соңғы, ондай, кім мен кім есімдіктері қандай тәсілдермен жасалған? Келесі тапсырма салыстыру кестесі. Синтетикалық және аналитикалық тәсілдерді салыстырамыз. Берілген өлшемдер олардың қолданылатын жұрнақтарын, негізгі сөздерді, жасалу жолдарын және мысалдарды анықтап жазып шығамыз. Келесі тапсырма терминдермен жұмыс. Төмендегі терминдерге қысқаша анықтама жазу. Берілген терминдер синтетикалық тәсіл, аналитикалық тәсіл, қосарлану, бірігу, жұрнақ. Соңғы тапсырма бұл құрылымдық талдау. Берілген есімдіктердің құрылымына морфологиялық талдау жасаңыз. Берілген мысал есімдіктер анау, нешеу, әлдекім, қайсысы, біреу, әрқайсысына. Осылардың түбір сөзін көрсетеміз, жалғанған қосымшаларды анықтаймыз, қандай тәсілмен жасалғанын белгілейміз. Осымен 13-ші сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.